Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен каркаде сусынын дайындайтын боламыз. Жаз айында таптырмас сусындардың бірі, әрі денсаулыққа өте пайдалы. Және де менің каналым дамуына үлес қосып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті заттар, менде қатырылған осындай алма, және де осындай вишня, каркаде гүлі, және де осындай қант қажет болады. Мен осындай каркаде гүлін қолданамын, кез келген дүкеннен табуға болады. Енді осы аталған заттарымызды шұңғыл осындай кастрөлге салып аламыз. Негізі кез келген компотты шыны ыдыстарына немесе эмальді кастрөлдерге қайнатқан дұрыс. Алма, вишня, каркаде гүлдерін және қантымызды барлығын салып аламыз және үстіне салқын су құятын боламыз. Мен 3 литрлік кастрөлге жасап жатырмын, ал сіздерге видео астына описанияға 5 литрлік кастрөлге жасалатын рецепт құрамын жазып кететін боламын. Енді осыны газымызға қоямыз да қайнағанша қалдырамыз. Міне осылай қайнап шығатын болады, осындай қаны қызыл түс болады. Араластырып, жақсылап астын басып, 5 минут 10 минут аралығында қайнатып алатын боламыз. Қайнап шыққаннан кейін, дайын болғаннан кейін, ішіндегі барлық салмасын осылай сүзіп аламыз да, басқа әйнек немесе шыны ыдысына құйып суытамыз. Достар, менің каналымда көптеген рецепттер бар, және де алдағы уақытта шығатын керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай басқа ыдысқа құйып, толықтай суытып барып қана ұсынасыздар, және де қалауларыңыз бойынша осы уақытта лимон, жалбыз, яғни мята, мұз салып ұсынсаңыздар, шөлді керемет басатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен сіздерде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.